Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен корейский ащы фунчуза салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмді болады. Ащы жақсы көретіндерге жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Парақшама жазылып кетіңіздер, лайк басып. Алдымен қызып тұрған табамызға майымызды құйып, еттерімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Тұзымызды салып, дәміне қарай осылай жақсылап әдемілеп піскенше қуырып аламыз. Біз дайын. Енді морковша сәбізді осылай морковша етіп турап, тұзбен араластырып осылай бір шетке алып қоямыз. Қайнаған ыстық суымызды фунчузамызға салып 5-10 минутқа қойып қоятын боламыз. Одан көп тұрып кетпесін, болмаса бізде фунчузаның қамырлары былжырап неғып кетеді. Одан кейін салатымыз әдемі болмай қалады. Енді қуырылған етімізді, жаңағы морковша салатымызды, бадыреңімізді, помидорымызды осылай барлығын салонға етіп турап, ішіне кориандр, өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай қызыл қара періс саламыз, сояви соус саламыз, зелень салып, уксус салып, и чеснок салып жібереміз. Енді 3-4 қасық қызып тұрған майды бетіне чесноктың үстіне құйып, осылай барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз дайын. 2-3 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, дәмі, тұзы барлығы бір-біріне жақсылап сіңіп әдемі болып шығады. Видео рецепт ұнаса, сохранить етіп, лайк басып кетіңіздер, парақшама жазылып кетті ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген күшті рецептілермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар, ас болсын.